Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлназ. Бүгінгі сабағымызда тоқылу өте оңай. Осындай повязканы тоқитын боламыз. Повязка бар болғаны полустолбик с накидімен тоқылады. Осындай ушкасымен. Повязкамыз тоқу үшін біздерге жіп, крючок, қайшы, осындай ине және сантиметр лента қажет болады. Менде плюшевый жіп, 100% полиэстер және 4,5 мм крючокпен тоқитын боламын. Видеоны қарамас бұрын достар, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең алдымен воздушный петля тоқимыз. Он воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 воздушный петля. Енді 2 воздушный петля тоқимыз. Жіпті крючокқа ілеміз. Осы 2 воздушный петляны тастап, 4-ші петляға полустолбик с накидом тоқимыз. Келесі петляға полустолбик с накидом тоқимыз. Яғни жіпті крючокқа ілеміз, петляға крючокты өткізіп, жібімізді іліп шығарамыз. Крючогымызда 3 петля, жіпті крючокқа ілеміз, 3 петлядан өткіземіз, яғни полустолбик с накидом. Онан кейін әрбір петляға полустолбик с накидынан тоқып шығамыз. Бізде 10 воздушный петля, 10 полустолбик с накидом болады. 10-шы столбикті, мынау 2 воздушный петля бізде алмастырады. Полустолбик с накидом. Енді өзімізге қайтадан қаратып айналдырып аламыз. Келесі қатар тоқимыз. Ол үшін жіпті крючокқа ілеміз. Петляның артқы бетінен крючогымызды өткізіп, жібімізді іліп шығарамыз. Яғни полустолбик с накидом. Полустолбик с накидом петляның артқы бетінен тоқимыз. Осылайша. Бетінен алып тоқимыз. Бір, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді соңғы петля. Петля болады. Енді қайтадан крючогымызды өзімізге айналдырып аламыз. Тоқымамызды. Онан кейін жіпті крючокқа іліп, петляның артқы бетінен тоқимыз. Яғни 10 полустолбик с накидом тоқимыз. Мінекей осылайша тоқып шығамыз. Осы қатарда бірге тоқиық. Яғни петляның артқы бетінен полустолбик с накидом тоқимыз. Енді қайтадан өзімізге қаратып айналдырып, петляның артқы бетінен
пол столбиксін әкедім, тоқып шығамыз. Неке осылайша етіп бірнеше қатар тоқимыз, яғни бас айналымнан 5 сантиметр алып тастаймыз. Менде 48 сантиметр бас айналымы, одан 5 сантиметр алған кезде 43 сантиметр болады. Яғни мен 43 сантиметр болатына етіп, ары қарай тоқитын боламын. Неке мен тоқып шықтым. Енді екі жағын біріктіріп тоқимыз. Яғни петляның артқы бетінен өткіземіз, келесі бетінен аламыз. Соединительная петля тоқимыз. Неке петляның артқы бетінен аламыз, келесі беттен аламыз. Жібімізді бірден өткіземіз петляға. Неке осылайша біздер біріктіріп шығамыз. Яғни мына жақта 10 петля, мына бетінде 10 петля. Осыны біріктіріп тоқып шығамыз. Онан кейін жібімізді қиып, жасырып қоямыз. Неке біздің повязкамыз дайын. Енді осындай ушқысын тоқитын боламыз. 3 воздушный петля тоқимыз. Бір, екі, үш. Енді бірінші воздушный петлямен біріктіріп аламыз. Яғни бізде шеңбер пайда болады. Енді 3 воздушный петля, 1, 2, 3. Осы дөңгелекшеге 8 столбик сына әкедім тоқимыз. 3 воздушный петля бізде 1 столбик сына әкедімді алмастырады. Яғни 9-шы петля болып есептеледі. 9-шы столбик болып есептеледі. Неке сонда бізде 9 столбик сына әкедім болады. Төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, не 9 столбик сына әкедім болды міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 столбик сына әкедім. Енді 3 воздушный петля тоқимыз. Айналдырып аламыз өзімізге қаратып. Осы петляға тағы 2 столбик сына әкедім тоқимыз. 1, 2. Онан кейінгі петляға 1 столбик сына әкедім. Онан кейінгі петляға 1 столбик сына әкедім. Онан кейінгі петляға 1 столбик сына әкедім. Келесі петляға 1 столбик сына әкедім. Осы петляға тағы да 1 столбик сына әкедім. Жіпті крючокқа 2 рет іліп аламыз. Яғни столбик с двумя накидами тоқимыз. 1 петлядан өткіздік, 2 петлядан өткіздік, 3-ші петлядан өткіздік. Онан кейін тағы 2 столбик сына әкедім. 1, 2. Енді тағы да келесі петляға 1 столбик сына әкедім. Келесі петляға 1 столбик сына әкедім.
келесі петляға бір столбик с накидом. Келесі петляға 3 столбик с накидом. 1, 2, және 3. Енді жібімізді кішкене қалдырып қиып тастаймыз. Ал мынау бізде ушкамызды повязкамызға тігуге қажет болады. Түйіп тастаймыз. Неге біздің ушкамыз дайын. Осылайша біз осылай 2 ушка дайындап аламыз. Неге 2 ушкасын да тоқып алдық. Енді біздер повязкаға осыны орналастырамыз. Яғни осылайша етіп тігеміз. Бірдей етіп бір жағынан орналастырып аламыз осылай. Осылайша мына жібімізге инемізді өткізіп, осы жерден тігіп шығамыз. Некемен тігіп алдым, сонымен біздің повязкамыз дайын. Достар, сіздерге видео сабақ ұнады деген ойдамын. Егер видео сабақ бойынша қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментария қалдырыңыздар, видеоға лайк басыңыздар, бастысы каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, және де қоңырау шамын басып қойыңыздар. Келесі сабағымызда кездескенше сау болыңыздар.